Сәлем менің оқырмандарым. Бүгін мен сіздермен өте оңай әрі дәмді сұлы печеньесін пісіремін, яғни овсяное печенье. Қажетті заттардың барлығын описанияға жазып қалдырамын. Ол үшін бізге бір жұмыртқаға қант, сұйық май құйып, венчиктің көмегімен жақсылап араластырамыз. Қантымыз ерігенше араластырып аламыз. Және де сұлыны, яғни овсяное хлопьяны блендердің көмегімен ұсақтап ұнтақ жасап аламын. Міне осылай ұнтақтап алдым. Енді жаңағы жұмыртқамызға крахмал, содан жасалған ұнтағымызды, разрыхитель және де кішкене шым тұз саламыз. Сөйтіп тағы да араластырамыз. Оған дейін духовкамызды қыздырып, табамызды майлап, или болмаса пергамент төсеп дайындап аламыз. Міне осындай біркелкі масса шықты менде. Осы массаны қасықтың көмегімен формаға салатын боламыз. Арасын ашық қыласыздар. Себебі бұл қазір духовкаға барғанда жайылып піседі. Міне осылай ашық қыласыздар араларын. Міне осындай піседі. Піскен печеньені суығаннан кейін бірақ алыңыздар. Өте дәмді печенье болып шықты. Хрустящий болды, воздушный болды. Жасап көріңіздер. Сіздермен болған Тоғжан ас болсын.